Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы музыка және поэзия. Сабағымыздың мақсаты қазақ поэзиясының заңдылықтары және өлшемдерімен танысамыз. Қазақтың дәстүрлі өлең түрлері және Абайдың жаңашылдығы жайында мағлұмат аламыз. Қазақ әнінің құрылымдылық ерекшеліктерінің даму сатыларынан дерек аламыз. Жанбота Тұяқбаевтың әніне жазылған Атамекен әнін тыңдау, халық әні Қамажайды үйренеміз. Қазақ өнерінде музыка мен поэзия әрдайым егіз біртұтас болып келеді. Сал мен сері атағын халық тектен-тек бере бермеген. Олар керемет әнші болумен қатар композитор, айтысқа қатысушы, суырып салма ақындар болған. Сондықтан қазақта өлең сөзі ән мағынасында қолданылып келеді. Қазақ әнінің әр тармағында буын санының өзгермеу заңдылығы бар. Оны силлабика дейміз. Дәстүрлі әндерде кездесетін өлең түрлері 11 буыннан тұратын қара өлең және жыр деп аталатын 7-8 буынды өлеңдер. 7-8 буынды өлеңдер ертеректе әдет, ғұрып, сарындары, жыр және тұрмыс салт әндерінде қолданылса, кейінірек 11 буынды қара өлең үлгісі пайда болды. Бұл өлең үлгілері сал-серілер шығармаларында жалғасын тауып күрделенді. Халық әндеріндегі ән мен өлең мәтінінің құрылымы дәл сәйкестік тапса, сал-серілер туындыларында өлең жолы аяқталғанда ән әуені келесі жолға өтіп, өлеңнің екі жолын жалғап отырады. Бұны өлең мен әннің асинхронды сабақтасуы дейміз. Абай әндерінде тұңғыш рет жаңа өлең өлшемдері қолданылды. Абайдың көзімнің қарасындағы симметриялы 6 буын, 3 қосылған 3 және буын саны әркелкі ауыспалы өлшемдерде әндер қатарында және 8 аяқ ән атауы 8 жолды шумақты білдіреді. Ән көркем мазмұны мен поэзия бейне болмысының тұтастығы болғандықтан, әннің мән мағынасы әр тарихи дамуы сатысында өзгеріп отырады. Бірінші сатысында әдет ғұрып сарындары, зар, қоштасу, лирикасы болса, екінші сатысында тұрмыс салт әндерінің деңгейінде қоршаған табиғат, отанға, анаға, нәзік жандарға, сүйіспеншілік, суырып салма шеберлігі, тарих болса, үшінші сатысында сал-серілер әндерінде аталған тақырыптарға ән табиғаты мен әншінің орындаушылық шеберлігі, өмірдің өтпелілігі тақырыптарда қосылады. Шөмішбай Сариевтің сөзіне жазылған композитор Жанбота Тұяқбаевтың Атамекен әнін тыңдаймыз. Кең далам, толған айым, толғайым, домбырам, қолғалайым, жыралайым. Қазағымның даласындай, көзімнің қарасындай, айналдым сен ай, Атамекен ай. Теңіздей тебірендім, тербедім, сапарда сағынышым сен менің. Дүние ай сырларыңдай, мөлдіріп қонғанымдай, сағындым сен ай, Атамекен ай.
Қамажай әнін бірге орындайық. Басында Қамажайдың бір талығы айрылып, Қамажайдан болдым күлкі, болдым күлкі. Айрылып Қамажайдан отырғанда келеді, қай жерімнен ойын күлкі, ойын күлкі. Ау, хай лилилайым, Қамажай, қалдың кейін сәулетайым, сәулетайым. Ау, хай лилилайым, Қамажай, қалдың кейін сәулетайым, сәулетайым. Қолында Қамажайдың алтын жүзік, Қамажай, отыр мекен көзін сүзіп, көзін сүзіп. Көрмесе жарты сағат тұра алмаушы дапырмай, кетті мекен күдер үзіп, күдер үзіп. Ау, хай лилилайым, Қамажай, қалдың кейін сәулетайым, сәулетайым. Ау, хай лилилайым, Қамажай, қалдың кейін сәулетайым, сәулетайым. Ізденіп көріңіз. Өзің білетін әннің буынын, санын санап, өлең құрылымының кестесін жаса. Көзімнің қарасы және Қамажай әндерін салыстырып, қайсысында өлең мен әннің асинхронды сабақтасуы байқалып тұрғанын айтыңыз. 3 қосылған 3 немесе 4 қосылған 3 буындық өлең шығаруға талпыныңдар. Назарларыңызға рахмет.